Коронавирус әлемдік сахнаға шыққалы бері адамдар бетперде тағу, әлеуметтік арақашықтық сияқты терминдермен етене таныса бастады. ДДСО бір-бірімізден кемінде 3 адым немесе 1 метр алыс тұруымызға кеңес береді. Не себепті 3 адым? Бұл адам саны қайдан шықты? Ғылыми тәжірибе арқылы зерттеп көрелік. Коронавирус жайылғалы нақты бір нәтижеге қол жетпегендіктен әртүрлі елдерде әртүрлі ережелер бар. Мысалға, Ұлыбритания мен ақш-та 3 адым емес, 6 адым арақашықтық сақтау керек. Бұл адым санының қайдан шыққанын дұрыстап түсіну үшін біршама симуляциялар жасалған болатын. Жапонияның Киото технология институтының Масаши Ямакава бір кісі жабық ортада жөтелгенде не болатынын анықтап көрсету үшін симулятор әзірлеген. Бұл симуляторда біздің жөтелу, түшкіруден басқа жай ғана сөйлескенімізде үрлі-ұсақ тамшыларды айналамызға шашатынымызды көрсетеді. Сақша желдетілген ортада тез арада жоғалатын бұл тамшылар жабық орталарда ұзағырақ ауада қалады. Ауыр күшті жөтелгенде бір шай қасықтың 4-тен 1-ін толтыратындай сілекейді ауаға шаша алады. Сол себепті де осы тамшылар арқылы таралу мүмкін аурулардың рискін азайту үшін мамандар кемінде 3 адым арақашықтық сақтауға кеңес беріп жатыр. Бірақ вирусы бар ауырлау тамшылар бұл аралыққа жете алмай жерге түссе де, аэрозоль атты өте ұсақ микротамшылар шамамен 20 минутқа дейін ауада қалады және алысырақ жерлерге баруы мүмкін. Бірақ қаншалықты алыс? Зерттеуде жөтелгенімізде 16 адым немесе шамамен 5 метр, түшкіргенімізде 26 адым немесе шамамен 8 метрге дейін жайылатынын көрсеткен. Жарайды, жөтелу мен түшкіруді есепке алмағанның өзінде де жай ғана жақсы желдетілмейтін ортада 5 минут бойы сөйлеген адам жөтелген адаммен пара-пар тамшылар шаша алады. Сол ортада 10 адам сөйлессе не болады? Сол себепті де мамандар соңғы кездері бетперде тағуға көп мән беруде. Себебі бетперде ұсақ тамшылар санын азайтып, басқалар шашқан ірі тамшылардың аузымыз бен мұрнымызға түсуінен сақтайды. Аузымыздан шыққан тамшылар 1 мм болуы мүмкін, және көзге көрінеді, және де өте ауыр болғандықтан тез арада жерге түседі. Бірақ көзге көрінбейтін тамшылар ше? Оларды көру үшін жоғарғы сапалы камералар мен лазерлер қолданылады. Бұл камералар 1 мм тамшының 10 мыңнан бірі болатын тамшыларды көре алады. Көргеніңіздей, бұлар жерге бірден түспейді, біршама уақыт ауада қалады. Ғалымдар бұл тәжірибені тек түшкіруге ғана емес, сөйлесіп отырған адамдарға да жасаған болатын. Жоғары дауыспен сөйлескен 2 адам арасында мол мөлшерде микротамшылардың жүрген және олар жерге ұзақ уақыт түспейтінін де көруге болады. Бұл микротамшылар вирус таси ма, жоқ па, ғалымдар нақты бір қорытынды жасамады, бірақ тасуы мүмкін деген ойда жоқ емес. そのマイクロ飛沫、小さな粒子の中にもたくさんのですね、生きたウイルスがいて、大きな声での会話、あるいは激しい息遣い。Басқа бір симуляторда 50 метр квадрат бөлмеде 10 адам бар, және олардың біреуі бір рет түшкіреді. Түшкірікпен бірге шамамен 100 мың тамшылар ауаға шашырайды. Ірі тамшылар көк және жасыл түспен көрсетілген, көбісі 1 минуттың ішінде жерге түсіп үлгереді. Алайда қызылмен көрсетілген микротамшылар ауада қалуын жалғастыра береді. Арада 5 минут өтеді, 10 минут өтеді, 20 минут өтеді, ал микротамшылар болса әлі де ауада қала береді. Осы жерде не себепті ең қарапайым терезелерді ашып бөлмені желдетіп алудың қажет екенін түсінген боларсыздар. Өте жеңіл болғандықтан микротамшылар өте тез бөлмеден шығып кетеді. Бірақ ғылыми қорытындылар, симулятор жасамай-ақ оңай жолмен көрсеткендер де бар. Адамдар ретінде үстіне ақ пинг-понг доп орналастырылған, тышқан қақпандар бір-біріне жақын тығыз орналастырылған бір жерге жалғыз инфекция ретінде мына сары пинг-понг добын кіргізсе не болады? Бұл жерде ауру өте тез таралатынын көруге болады. Егер қақпандар әлеуметтік арақашықтық сақтап орналасса не болады? Кемінде жартысына ештеме болмайды. Өзімізді тышқан қақпаны деп сезінбес үшін басқа бір ғылыми симуляторға көз жүгіртейік. Сол жақта ешқандай әлеуметтік арақашықтыққа мойынсұнбай, емін-еркін қозғалып жүрген 200 адам, ал оң жақта 50 адам. Симулятор соңында оң жақтан 27 кісі өлсе, сол жақтан бар жоғы 5. Егер 50 кісі орнында 25 кісі қозғалса, оң жақта өлімнің солаймен алдын алуға болатын еді. Сол себепті де мемлекеттер әртүрлі ережелер мен карантин шараларын ұйымдастыруда. Өзімізді қандай да болмасын, мейлі ол COVID-19, мейлі ол пневмония болса да сақтау үшін барынша әлеуметтік арақашықтықты сақтауымыз қажет. Той-томалақ, адам көп жиналатын орындардан сақтанғанымыз өзіміз үшін ғана емес, басқа сезімтал адам үшін де қажет. Видеодағы үзінділер түрік блогері бар сөз жанынан алынды. Видеоның сілтемесін дескрипшнға қалдырдым. Қарай аласыз.